Та, жігіттер, келгендеріңе рахмет. От души сырттан келгендер бар, біздің мектептен келгендер бар. Қазір бір қайталап алайын. Мектеп бір қайталап алатын жер емес, білім беретін жер. В смысле, комиссия келе жатыр? Қайда келе жатыр? Короче, базар бұлай. Біз жоқ кезде өз жоқын көз жоқ деп балдар грустет жіберсіңдер. Қайса көздерінен. Мен саған 5 жасар бала емеспін. Шыныңды айт. Короче, ағай, олар. Санасыздар, топастар, бір жоңғарлармен соғысып, өз жерлеріне қорғап қалатындай. Не көріп соншама төбелесіп? Бір жерлерінде қысып сабақтарында оқымайсыңдар ма? Өліп кетсеңдер не істейсіңдер? Қойыңша өлетіндей төбелес болған жоқ ол жерде. Аузың жапшы сен. Мына өздеріңді емес, аталарың неге ойламайсыңдар? Бұдан былай мына ісім сендермен болсын. Кеше комиссия келген кезде кіретін тесік таппай қалдым ғой мен. Осыдан қалалық білім бөлімінен маған хабарласып, мектепке қандай да бір сөз келетін болса, менен жақсылық күтпеңдер. Мақсат Бейімханович, алдында ескерту бердім. Ренжімейсіз, мынандай төбелестен кейін балалардың барлығын учетқа тұрғызамыз. Ағай, осы жолы бір рет кешіріңіздерші, бұдан кейін қайталанбайды. Кешірім дейсің ба? Сол кезде ойланбайсың ба сен, Арман, балалардың барлық данныйларын алда учетқа тұрыз. Түсінікті ма? Түсінікті. Мыналардың ұбт-ға соңғы кезде дайындық қалай еді? Өте нашар дайындықтар. Қосымша сабаққа да келуді қойды. Араларында Әлімжан ғана оқиды. Так, ертең сағат 3-те аталары жиналысқа келсін. Түсіндіңдер ма? ұбт-ға ешқайсың бармайсыңдар. Мектептің дәрежесін түсіретін оқушылар маған керек емес. Бұндайларын білгенде ме 9-дан кейін құртатын едім бәріңді. Ағай, по идее, бұған Бикоштың да қатысы бар ғой. Неге тек бізді ғана айтып жатсыз? Сен өзіңе жауап бер. Бикош алдыңғы аптада оқудан шығып кеткен. Енді сыныптарыңа құрыңдар бар. Кет деймін сендерге! Мақсат Бейімханович, шынымен де учетқа тұрғызамыз ба? Бұларда аяудың керегі жоқ. Сіздерден кешірім сұраймын, айқайлап кетсем. Сабақтарыңызға бара беріңіздер. Әлімжан. Кеше сен ба? Мұғалімдерге төбелесің болғанын айтқан. Құбасы бай, сыныпта биде басқа ұл жоқ. Дедім оларға мен. Еще комиссия кетті кеше. Кәрісі оның орнында кім болса да солай айтатын еді. Осының бәріне анау Бикош кінәл. Сол болмағанда мектепте тып-тыныш жүре беретін кіші. Ауыздарыңа ие болыңдар класста. Қалайсың, Зарина? Жақсы, өзің қалайсың? Болады. Шынымды айтсам, маған енді сөйлемейтін шығар десем, алдыңғы жағдайлардан алдымнан ұялып жүрмін. Ұялғаныңыз бәрі жақсы, нормально. Ой, не болса да ұлан аса төбелес болды. Біреудің бағасын сегіріп, ләмән кірткізген. Ол онша емес, бір тіс сояққа тасап кеткесің ше. Жеге, айтпақшы Моктың жағдайы қалай екен? Звондап білгендер бар ма? Бүгін сабаққа да келген жоқ. Короче, бағанлы алтын әпшеге звондаған мамасына. Жағдай сәл қиындау болып тұр, негізші. Аяғы екі жерден сынған дема сонда бір нәрсе айтты. Әлі толық білмеймін өзімді. Сабақта шыққан екен, бәріміз барып қайтайық жағына. Орнымызға отырамыз, балалар. Марат. Саламат, Сапай. Мақсат Бегімханович, бұл қалалық білім бөлімінің басшысы Ғабит Орынхан ғой. Тандыңыз ба? Ғабит Орынхан, қалайсыз? Уайымдамаңыз, балалардың барлығымен сөйлесіп қойғам, аталарымен де сөйлесіп қоям. Қандай бала? Қандай атана? Не айтып кеттіңіз? Мен Альбинаның әкесімін. Сол жайлы сізбен сөйлесейін деп едім. Альбина сіздің қызыңыз ба? Менің қызым еді ғой. Сабағы қалай болып жатыр? Өткенде шұғыл жұмыстарым көбейіп кетіп, сізбен сөйлесетін уақытым да болмай қалды. Уайымдамаңыз. Сабағы өте жақсы. Сабақтан кешікпейді, қалмайды. Бірақ енді кішкене ренжімеңізші. Бір мұғалімдерге сөз қайтаратын бар еді, бір сол жағынан өзіңіз бір сөйлесіп қойсаңыз, дегенмен мұғалімдер ғой енді.
Уайымдамаңыз. Түсінесіз ғой? Кішкене еркек өсіп еді. Мен оған бәрін айтып түсіндіремін. Жарай ма? Өзімнің сөйлеспегеніме біраз болды. Басқа мектепте бәрі тыныш қой. Бәрі жақсы. Уайымдамаңыз. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Өлетін болдық қой, қорқып ше. Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан ірі көл. Теңіз 20 ғасырда ауданы жағынан 4-ші орында орналасқан. Алайда 1960 жылдан бастап теңіздің суы азайып кеткен. Жарайсың, Айдана, отыра ғой. Кір. Кір дейм. Мынау қайсы ойнап тұрған? Кешіріңіз апай, кіруге бола ма? Иә, әрине, кір. Той пап, айттым ғой, бармаймын деп. Қызым, сосын мектептегі мұғалімдерге дөрекі сөйлеуші болма, жарай ма? Ұстаздар сенен басқа жыл сайын мыңдаған оқушыға білім беретін адамдар. Ой, я түсіндім. Мүмкін ойланып үйге қайтарсың. Гимназиядағы мұғалімдердің де сұрап жатыр сені. Папа, маған гимназия вообще ұнамайды, маған осы жақта оқыған ыңғайлы ғой. Сен түсіндім. Сен үйге оралатын болсаң, айтқанның барлығын орындауға дайынмын. Ладно, пап, давайте, менде сабақ басталып кетті. Тыныштық па? Не болып қалды? Апай, кешегі жағдайдан кейін осындай болып қалды. Айттым ғой сендерге тыныш жүріңдер деп. Қазір бой салыстыратын емес, ой салыстыратын заман. Одан да ұбытыға дайындалмайсыңдар ма? Уайымдамаңыз, апай, жазылып кете ма? Сауығып кеткен бізге жақсы. Бар орнына бара ғой. Антош, көмектесші. Жарайды, апай. Абайла. Уайымдама, родной, ең бастысы басың аман есен, әлі-ақ орнына тұрып шапалап кетесің, родной. Вот, ең бастысы біз сенен біргеміз ғой. Апай, қоңырау болды. Досым, уайымдама, әне күнше қызылдар кеп қалмағанда бар ғой. Сойқан төбелесті жалғастырып, бастарын пұтын ортасына тығып жіберетін, білесің ғой досым мен. Бүйтіп аяқталатын ешкім білген жоқ қой конкретно. Бұлай аяқталған жоқ, конкретно айтайын мен. Деге, осы нәрседен осы жерден аяқтай салайық. Бұл бұдан ары қарай жалғаса беретін болса, ертең тағы да біреуге бір нәрсе болады. Сосын дәл осы жерден тоқтата салайық оны. Не болды? Бәрін астернелерің түсіп кетіп, нормально бәрі. Давайте кетіп, далаға шығайықшы бәріміз. Далада нормально. Біреу маған көмектесіп жүресіңдер ме, или өзім тұрып кетейін бе? Жоқ, herhalde көмектесеміз ғой. Балон келіп нормально. Жердің жүзінен күлімдеп жеткен көркен өте көктем. Қалайсыңдар жігіттер, мынау кешегі жағдайдан кейін болды ма? Иә. Бірақ уайымдамай қойыңдар. Дәрігер жақсылап күтінсе, өз-өзіне қараса, короче, нормально болып кетеді дейді, аяққа тұрып кетеді дейді. Марстың істеп жүргені ма? Тағы сөйлесу керек па не олармен? Звондашы кімге Марсқа? Кәріс керек емес. Мен үшін деп барып, ертең тағы біреуге бір нәрсе болған қаламаймын. Менде бәрі жақсы. Лучше ұбытымызға дайындалып жүре берейік. Бізге одан дым пайда жоқ оларға барғаннан. Оның үстіне оларды да келеді деп ойламаймын мен. Көресің енді. Все онда, жақсы. Хабарласыңдар, если что. Алло, қалайсың, мам? Балам, не істеп жүрсің сен? Еш нәрсе, не оқып? Бүгін мектептен директорың звондады. Не жетпей жүр саған, балам-ау?
жұрттан кем болмасын деп қалағанның бәрін алып бер. Сенің істеп жүргенің мынау. Мам, директор әсірелеп айта береді. Негізі ондай бір ештеңе болған жоқ. Осы бастан сабағыңды дұрыстап оқымасаң, біз кейін сені платный оқыта алмаймыз, оған жағдайымыз жетпейді. Әкең де жұмыс. Саған сеніп отырмыз ғой, балам-ау. Мам, уайымдаңыздар. Бәрін түзетем. Мам. Тынанда деміз де осы қайқасы. И, короче, о чем мысыққа не болған? Әшейін де тесіп өтуші еді. Өзінше оқыптым, үндемей. Ладно, қош құрсын. Қашығасы. Кешіріңіз апай, кіруге бола ма? Қайда жүрсің кешігіп? Тез орның отыр. Так, балалар, бүгін біз пробный тест тапсырамыз. Бір-бірімізден көшірмейміз. Қалалық тест болғаннан кейін мұқият тапсырыңдар. Дұрыстап белгілеңдер. Телефон шпор көрсем, сыныптан шығып кетесіңдер. Апай, бір реттегі сұрақтар бола ма, әлде жаңа сұрақтар ба? Жаңа сұрақтар келесі жолы болады. Алдымен мына мұқият тапсырып алыңдар. Кім телефон өткізбеді, тезірек өткіземіз. Кім чехол бер жерге? Сендер мен емес, өздеріңді алдап отырсыңдар. Қане, телефонды беріңдер тез. Апай, қандай чехол? Ол танкінің чехолы ғой. Тез орнына қой телефонды. Одан да кітап ашып оқысайшы. Ертең ОБТ-да үйсіп отырам деп отырсың ба телефонмен? Аружан, сука жегесің. Терпил. Міне, апай, болдым. Әлімжан, сен уже бітіп қойдың ба? Апай, сол мен жақында Джокизеттің бір айлық марафонына қатысып жатырмын. Сол арқылы тез бітірдім. Ол тағы не марафон? Короче, апай, бір айда максимально тиімді дайындаласың. И бүкіл ақпаратты Джокизет приложение ішінде дайындық бөлімде көруге болады, апай. Жарайсың, Әлімжан. Не, апай? Альбина, сен точно болдың ба? Тағы да қарап шықпайсың ба? Жоқ, апай, ойымдамаңыз, дайындалып жүрмін. Жарайды, ертең тестің жауаптар келгенде көрерміз. Жоттан біздің жігіттер аман ба? Полиция ұсталып қалмап па әйтеуір? Жоқ, бәрін артпаса ешкім ұсталған жоқ. Бля, олар жот бізден оңай құтыламыз деп ойлап жүр. Жақсылап сөйлесу керек олармен похуй. Жоттан тест қалай өтті? Тест деп. Екі сұрақ сұрағым айтпай қойдың өтің? Апай айтты ғой, айтпа деп. Апай. Жеге, мына көшемен қайтайық, моқты үй жағына шарпсаймыз арғай. Мен арттарынан жетіп алам, мен бір жерге барып кітап алуым керек. Давай. Жеге, Марс звондап отыр. Мектепте өмір қызыққа толы, туған күнде құйылатын кола, гүл апай, сары апай, дұршы ағай, айқыла беретін